Сәлем, бүгін өтетін тақырыбымыз қай мамандықта оқисың? Мына сөздерді есіңде сақта. Мамандықтар: дәрігер, мұғалім, заңгер, қаржыгер, кітапханашы, журналист, сатушы, аспаз, шаштараз. Ендігі тапсырма: бұл кім? Аспаз ба, сатушы ма? Дұрыс, аспаз. Бұл кім? Заңгер ме, қаржыгер ме? Дұрыс, заңгер. Бұл кім? Мұғалім бе, дәрігер ме? Дұрыс, дәрігер. Енді мына нәрсені есіңде сақта. Мен мұғаліммін, дәрігермін, кітапханашымын, аспазбын, журналистпін. Сен мұғалімсің, дәрігерсің, кітапханашысың, аспазсың, журналистсің. Ол мұғалім, дәрігер, кітапханашы, аспаз, журналист. Ендігі тапсырма: мен заңгер, сен сатушы, ол журналист. Өзіңді тексер. Мен заңгермін, сен сатушысың, ол журналист. Мәтінді мұқият тыңда. Менің атым Самат. Менің жасым 19-да. Мен қаржыгермін. Оның аты Сара. Сараның жасы 21-де. Ол журналист. Ендігі тапсырма: дұрыс бұрысын анықта. Өзіңді тексер. Мына нәрсені есіңде сақта. Айтамын, көремін, сұраймын, тыңдаймын, кіремін, беремін, шығамын, отырамын, жазамын, оқимын, білемін, келемін. Ендігі тапсырма: сурет бойынша сөздерді тап. Жарайсың, өзіңді тексер. Жазамын, оқимын, беремін, шығамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол!